Акциялардың халал екендігін қалай тексереміз? Мен Ұлжан Маратқызы, халал трейдинг эксперті, дәл қазіргі уақытта оңай және жеңіл түрмен қалай тексеруге болады, соны көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы акцияларды екі түрлі скринингтен өткізіп аламыз деп айттық. Бірінші скрининг компанияның бағыты, айналысатын жаңағы дүниесі, ол біздің шариғатымыз жаңа тыйым салған дүние болмау керек. Онда бірінші скринингтен өтеді. Екінші скрининг, яғни компанияның қарызы 30-33%-дан асып кетпеу керек. Онымен қоса 5%-дан жоғары харамнан келетін табысы болмау керек. Дәл осы екі скринингті өзіңіз жасап алсаңыз да болады. Болмаса ең оңай жолы ол Zoya платформасын, сенімді, дұрыс скрининг жасайтын Zoya платформасын қолдану. Оны қалай қолданамыз? Қарапайым Zoya платформасын скачать етіп аламыз. Кез келген платформа секілді скачать етіп алғаннан кейін регистрация өтесіз. Регистрация өткеннен кейін барып, сізге керек компанияның тикерін поисқа жазасыз. Яғни, мысалы, Apple компаниясының сіз халал харамдығын тексергіңіз келіп тұр. Онда сол поиске Apple компаниясын жазып, сол Apple компаниясының жалпы Америка нарығындағы жаңағыдай тіркелген ба, соны қарайсыз. Яғни NASDAQ, News, не болмаса USA деп тұрады. Соны таңдап алғаннан кейін астында, яғни 3 түрлі типті көріністі көресіз. Ол біріншісі жасыл көрініс, яғни халал, рұқсат етілген. Екіншісі қызыл көрініс, яғни харам, рұқсат етілмеген. Үшіншісі сары көрініс, яғни сары жазу, ол күмәнді деген жаңа көрсеткіштер шығатын болады. Ең қарапайым жолы осы, сізге қатты бір басты ауыртып қажет емес. Жалпы осы платформаға керекті компанияңыздың тикерін салып, астындағы жазуға мән бере қоясыз. Егер сізге тереңірек сол компаниялардың қанша пайызы халал, қанша пайызы харамнан келіп тұр деген дүниені көргіңіз келсе, онда Zoya платформасына жаңағыдай тіркеліп алу керек болады платный түрде. Сіз үшін бұл ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Осындай көптеген пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін біздің каналға тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта өте көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін.